Кайырлы күн, бүгін біз тірі ағзалар мен химиялық үдерістердің қоршаған ортаға әсері туралы айтамыз. Табиғат бұл үлкен химиялық зертхана, ал біз оның ажырамас бөлшегіміз. Әрбір тірі ағзаның тыныс алуы бұл жай ғана процесс емес, бұл күрделі тотығу реакциясы. Біз оттегін жұтып, көмірқышқыл газын бөлеміз. Ал өсімдіктер фотосинтез арқылы сол газды қайтадан органикалық затқа айналдырады. Алайда адамзаттың іс-әрекеті бұл тепе-теңдікті бұзуда. Атмосфераға шығатын азот пен күкірт оксидтері сумен әрекеттесіп қышқылды жаңбырларды түзеді. Бұл химиялық реакция биологиялық әлемге, ормандарға зиянын тигізеді. Табиғаттағы химиялық үдерістерді түсіну экологияны сақтаудың кілті. Химияны білу арқылы біз қоршаған ортаны ластанудан қорғаймыз. Ал биологияны білу арқылы өмірдің құндылығын ұғамыз.